Сәлеметсіз бе, оқушылар? Мен Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы Тасқала колледжінің өндірістік оқыту шебері Латиева Бақыт Төлегенова. Бүгін біздің өндірістік оқыту сабағымыздың тақырыбы түйнек жемістілер мен тамыр жемісті көкөністерді өңдеу және турау тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты студенттердің жұмыс орындарын ұйымдастыруда, көкөністерді өңдеуге, оларды кесуге, құралдарды, ыдыс-аяқты, құрал-саймандарды қолдануда практикалық дағдыларын дамыту. Студенттерді шикізатты, электр энергиясын үнемдеуге, жабдықтарға, күтім жасауға, қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйрету. Және сабағымыздың соңында студенттеріміз көкөністер түрлері бойынша жіктейді, көкөністерді тағамдылық құндылығы мен құрамын бағалайды, көкөністерді жай және күрделі кесу түрлерін ажырата біледі. Көкөніс цехындағы жұмыс орындарын ұйымдастыруды біледі. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, көкөністерді жуады, тазалайды және қолмен және механикалық жабдық пайдалану арқылы кеседі. Көкөністер адам ағзасы үшін зор пайдасы бар. Олар адам ағзасындағы ас қорыту процесін жақсартады. Көкөністер тағам ретінде, сонымен қатар балық, ет тағамдары гарнир ретінде пайдаланып, олардан салаттар дайындалады. Түйнек жемісті көкөністерге картоп, батат, топинамбур жатады. Ал тамыр жемісті көкөністерге сәбіз, қызылша, желкөк, шалғам, шомыр, тарна, шалқан, ақжелкек, балдыркөк және пастернак жатады. Көкөністердің сапасын органолептикалық әдіспен анықтайды. Түсіне, иісіне, дәміне, консистенциясына мән береді. Көкөністерді механикалық аспаздық өңдеу келесі әрекеттерден тұрады. Іріктеу, мөлшеріне қарай іріктеу, механикалық өңдеу кезінде керексіз шығынды азайта отырып, белгілі бір тағамды дайындауда көкөністі тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сұрыптау кезінде бөгде қоспалардан, шіріген және соғылып жаншылғандарынан тазартады. Сапасы мен мөлшеріне қарай бөлу жұмыстары жүргізіледі. Көкөністі жуу машиналары мен немесе қолмен топырақ, құм қалдықтарынан тазарту әрекеті деп атаймыз. Тазарту дегеніміз олардан қоректік, бағалылығы төмен бөліктерін қолмен немесе көкөніс тазалағыш машиналар көмегімен тазалау. Көкөністерді турау көкөністерді біркелкі жылу мен өңдеуден өткізуге көмектеседі және оларға әсемдік, сыртқы көрініс беріп, дәмін жақсартады. Таудың екі формалары бар: жай формалары және күрделі формалары. Жай формаларына сабанша, томарша, дөңгелекшелер, тілімшелер, бөлікшелер, текшешелер жатады. Ал күрделі формаларына кеспекшелер, алмұртшалар, сарымсақшалар, шар тәрізділер, ширатпа, жұлдызшалар, айдаршалар жатады. Қолмен турау көп еңбекті қажет ететін процесс. Сондықтан оны жеңілдету үшін кең көлемде арнайы құралдар мен турағыш машиналар қолданады. Бұл кезде картопты қолмен турап, жан-жағын айналдыра егеу тәсілі қолданады. Жұмысты бастамас алдынан жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру керек. Құрал-саймандар жұмысшының оң жағында, ал өңделетін өнім сол жағында орналасады. Және таңбалы пышақпен және тақтайшалармен жұмыс істеу керек. Яғни тақтайшалармен пышақта ПК, ШК деген әріптермен белгіленеді. ШК дегеніміз шикі көкөністер, ПК дегеніміз піскен көкөністер. Турау кезінде қауіпсіздік ережесін сақтаған қажет. Келесі видеода көріп тұрғандай, көкөністерді турау кезінде сол қол саусақтары сәл бүгіп, пышақ жүзінен ара қашықта ұстау керек.
кішкене ара қашықта ұстау керек. Келесі көкөністердің турау технологиялық нұсқау картасына назар аударайық. Бұл жерде сабанша түрінде туралған картоптың мөлшері қиындысы 0,2-0,2 мм, ұзындығы 4-5 см. Бұл жерде шикі картопты жұқалап, жалпақтап кесіп, бірінің үстіне бірін қойып, ұзындығы 4-5 см етіп, көлденеңнен ұсақтап турайды. Оларды май көп пісіргіде қуыру үшін пайдаланады. Және май көп пісіргіде қуырған кезде ол картопты картоп пай деп атайды. Және томаршалар картоптың мөлшері қиындысы 0,17 мм және ұзындығы 3,5-4 см. Ірі картоптың қалыңдығы 0,17-1 см-дей жалпақтап кеседі де ұзыннан 3-4 см томаршаларға турайды. Оларды қуыруға, борщ дайындауға, қышқыл сорпа, жұмыр кеспе бұйымдарынан жасалған сорпа және басқа тағамдар дайындауға пайдаланады. Және бұл томаршаларды майы көп пісіргіде қуырса, ол картоптарды картоп фри деп атайды. Текшешелер картоптың мөлшері ірісі 2-2,5 см, орташа 1-1,5 см, ұсақтары 0,3-0,5 см етіп турайды. Бұл жерде картопты алдымен жалпақтап кеседі, содан соң томаршаларға турайды, текшешелерге бөлшектейді. Ірі текшешелер түрінде туралған шикі картопты бұқтырады және сорпа дайындауға, орташаларын сүттегі картоп тағамын дайындауға және бұқтыруға пайдаланады. Ұсақ текшешелерден пісірген картопты турап, салқын тағам гарнир ретінде дайындауға пайдаланады. Келесі видеода жаңағы турау формаларын көрсетеді. Жоғарыда айтып кеткендей, картопты алдымен жуады, сосын қабықтарынан тазартады. Енді мына көріп тұрғандай картопты қалыңдығы 0,2 етіп жалпақтап турайды. Сол жалпақтарды бірінің үстіне бірін қойып, жіңішкелеп турайды. Пышақты сол саусағынан ара қашықта ұстайды және қауіпсіздік ережесін сақтап атқанын көріп тұрсыңыз. Бұл турау формасын сабанша деп атайды. Келесі турау формасы томарша. Жоғарыда айтып кеткенде қиындысы 0,17-ден бастап 1 см-ге дейін, ұзындығы 4-5 см. Картопты жалпақтап турап алды, бірінің үстіне бірін қойып турап атыр. Томаршалар қиындысы 0,17 томаршалар пайда болды. Келесі картопты текшешелерге турайды. Бұл жерде картопты 1,5 см етіп жалпақтап турайды және бірінің үстіне бірін қояды да алдымен томаршаларға турайды және текшешелерге турайды. Картоптың сапасына қойылатын талаптар бар. Шикі тазартылған картоп серпімді, қараймаған, қара дақсыз, көздер мен қабық шақалдықтары болмауы керек.
Иісі жас картопқа тән, түсі ақтан сірне түске дейін, беті тегіс аздап кепкен болу тиісті. Бірақ мүлдем құрғақ немесе күйекті болмауы керек. Ал тамыр жемістілерден сәбіз, қызылша, таза серпімді, тұтас, бір текті, бояуы болу керек. Тамырша мен пәлек қалдығынсыз, шіріксіз, қара дақсыз және қабықша қалдығынсыз болу керек. Беті аздап кепкен, бірақ желқақты болмауы керек. Көкөністердің сақтау мерзімдері. Картоп қарайып кетпес үшін оны мұздай суға салып 2-3 сағат ұстайды. Бірақ та картопты суға ұстаған кезде картоптың бойындағы витаминдер, крахмал, минералды заттар суға шығып кетеді. Сондықтан да картопты тазартып турағаннан кейін тез арада пайдаланған жөн. Ал тазартылған тамыр жемісті көкөністерді себетте, жәшікте 0-ден 4 градусқа дейін температурада 12 сағаттан артық емес уақыт сақтайды. Көкөністер қарайып кетпес үшін бетін ылғал матамен жауып қояды. Үйге тапсырма. Келесі сұрақтарға жауап беріп, WhatsApp немесе Classroom арқылы жауаптарыңызды жіберу сұралады. Көкөністер қандай топтарға бөлінеді? Тамыр жемісті көкөністерге не жатады? Тамақтану кәсіпорындарында көкөністерді өңдеу қай жерде жүргізіледі? Көкөніс цехтарында қандай құрал-жабдықтар қолданады? Көкөністерді механикалық аспаздық өңдеу қандай әрекеттерден тұрады? Көкөністерді не үшін сорттайды? Көкөністерді тазарту алдынан неге жуады? Көкөністерді қандай мақсатта турайды? Картоптың турау формаларын атаңыз. Тазартылған картопты қалай сақтайды? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.